Көбісінің айтатыны осы домалақ бауырсақтарды пісіру өте қиын және де ортасы шикі болып қала береді. Мен сіздерге айтайын, домалақ бауырсақ пісірудің ешқандай да қиындығы жоқ. Тек қана осындай домалақ ыдысты аласыздар, майды жақсылап қыздырып аласыздар. Бауырсақты салған кезде бос орын қалмай барлық жерін толтырып саласыздар да кезек-кезек аудара бересіздер. Майға салғаннан кейін міндетті түрде екі шетін аудара беріңіздер. Сонда осындай домалақ үрленіп, екі шеті бірдей пісіп, ортасы шикі болмай, воздушный әдем бауырсақтар шығатын болады. Және де екі жағы да әдем болып қуырылып шығады ғой. Осылай жасап көріңіздер. Қамырды сұйықтау қылып ашытамыз. Одан кейін бір-екі рет кішкене тындырып, кесіп, демалдырып барып пісіретін боламыз. Сонда осындай кереметтей бауырсақтар пісіп шығады, үрленіп, ерекше болып жасап көріңіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ.